Ассаламу алейкум, мұсылмандар. Біз мына кезекті жұмысымыз мына жерге навес істеуіміз керек. Жобамен 16 метрге 5,60, ені 5,60, ұзындығы 16 метр. Біз бір шаруасын бітіріп қойдық. Ол мына столбы түсетін жерлерге мынандай қылып бетон құйып қойдық. Каждый 3,5 метрден жобамен сол 16 метрді 5-ке бөлдік. Мынақа 5 столбы, мынақа 5 столбы түседі деп ойластырып қойған түріміз бар. Жалпы бетон қандай күйде құйылды? Ең кіші тұрба 2,5-дық. Сол тұрбаға мынандай пластинкасы бар келедік, 4 бұрышты. Сосын сол тұрбаны жерге бетондап, қазір пластинканы қырып бетін үстіне жаңағы 60-60 профильді тұрбаны жалғап стойкілерін тікейтеміз, иншалла. Сондай. Мынау кеше жіп тартып диагоналдау үшін қойылған тұрба, бұл алынып тасталады. Анақта да дәл солай. Келесі жұмыстарды тағы да түсіреміз, иншалла. Міне, анақта бір стойканың орны бар. Мына жерде тағы бір стойка. Анақта тағы бір стойка. Сонымен барлығы 10 стойка. Кешегі істеп жатқан навесіміздің тағы бір жұмыстарын бітіріп жатырмыз, алхамдулилла. Ол мына навестің екі шетіне мынандай ұзыншақ полоса түсетті. Екі шетіне кішкене салмақ түсетін жерге осындай ферма есебінде істеп жібердік. Ал үстіне жоғарғы жағы мынандай болып домалақ дуга есебінде болады. Оның астыңғы біреуін шығарып алдық, бүйтіп. Сосын сол арқылы мындай структендермен қысып, үстін бірдей шеңбер күйінде құрастырып жатырмыз. Бұл әрине бұл мына станок арқылы иіліп жатыр. Бұл жаңа айтқандай профиль егіш сондай бұйымда. Сол қалған шаруаларды тағы бітуімен сүреміз. Темір шатырлардың, яғни навестердің тағы бір жұмысын бітірдік. Ол үстіне қойылатын фермалары. Мынандай шеңберленген фермалар. Бұл біздің 16 метрімізге жобамен 9 штук кетеді деп есептеп қойдық. Мына точкеден, мына шетінен арғы жағындағы дәл сондай шетіне дейін 5 метр 15 сантиметр. Ал ортадағы біріккен жеріне дейін 1 метр 20 сантиметр. Соның қысқаша размерлері. Дәл осындай түрде егер ферма шығаратын болсаңдар, онда үстіндегі 20-ға 40 размерлі профильді 5 метр 84 сантиметрден кесіп аласыңыз да домалақтайсыңыз. Ал астындағыны оның размері сәл кішілеу болады, сондықтан оны 5 метр 30 сантиметрден домалақтайсыңыз. Сонда дәл осындай түрдегі фермалар шығады. Навестің кезекті жұмысы бітті. Ол стойкілерін қойдық. Стойкілері мынандай күйде. 5 жерден түсетін болды стойка. Мынақты да дәл сондай стойкілер. 5 жерден. Мына ағаш кішкене кедергі жасайтын жерлері бар. Оны кішкене бұтақтарын аз-маз шауып алып тастаймыз. Стойкілердің размерлері әртүрлі, себебі жердің деңгейі басқа, ар жағы биік, бер жағы аласалау деген сияқты. Сондықтан да осындай күйде істелді. Мына жағы тегіс, мына жағы кішкене Г-образный болып кеткен. Себебі үйдің жалпы шатырына кедергі жасайтын болды, сондықтан аз-маз шығарып кеткен жеріміз бар. Енді краскілеп мына фермаларын, полосаларын отырғызамыз.
Ассаламу алейкум желі көрермендері, мұсылмандар. Міне айтып жатқан әуесіміздің шаруалар жай-жайдан бітіп жатыр. Фермаларын қойдық. Қапталындағы айтқандай ұзыншақ ферма палаталарын қойып, мынандай күйге дейін жеткізіп қойдық. Жалпы размерлері 16-ға 5 метр. Плюс-минус азғантай сантиметрлері бар енді. Фермалардың арасы 2 метр. Осындай күйде құралған түрі бар. Енді кезекті жұмысымыз профнастилді үстіндегі шипырларын шұрықтап қатырамыз иншалла. Жалпы қазіргі күйі мынандай. Құрметті ағайын, жасап жатқан 13 күндік жұмысымыз бен навесімізді аяқтадық. Навестің жалпы күйі, қазіргі күйі осындай. Енді аз-маз краскілейтін шаруалары бар. Сваркілеген жерге, дәнекерлеген жерге краска жағы жіберетін жерлері бар. Жалпы навесіміз толық бітті деуге болады. Навестің ең жоғарғы деңгейінен жерге дейін 5 метр 20 сантиметр, стойкілері 3,70-тен 4 метрге дейін, себебі жердің арғы деңгейі сәл төменде орналасқан, сондықтан да бір жағы 3,70, ар жағы 4 метрге дейін стойкілер қойылған. Ені 5 метр, ұзындығы 16 метр 14 сантиметрге дейін барады. Навеске жалпы құны қазақтың теңгесімен 360 мың теңгеге материал алдық. Материал сонша кетті. Дәл осындай навес құрастырамыз. Жалпы осындай навеске қандай да бір ақыл кеңестер болса, пікірлерге жазамыз. Және де істендеп жатқан жігіттер болса, біле алмай жүрген жігіттер болса, тіркелеміз, бөлісеміз. Аз-маз кеткен кемшіліктер бар, оны келесіде жібермеу керек.